Короче, үй жинап атып, бұрында бір жазған өлеңім есіме түсіп кетті. Андай. Сүйгем сені, сені мен неге, ғашық болдым қалайша өзіңе, жаным күйі біртінде, қызықтырмай ештеңе, оттай жанған махаббат оралмайды мүлде дейтін бұрында жазған қыста. Қайырлы қалдарыңыз қалай? Кешеден бері енді сторисқа шыққан жоқпын. Кешеден бері өзім шок болдым. Қалай шығам, не істеймін депші. Енді көбісі жазып жатыр. Кейбіреулер қолдап жатыр, қолдауларыңға рахмет. Кейбіреулер қалдырып кет. Семья болады, ана болады дегендей. Мен кеше көргеннен мен шашылып жатқан қызым жоқ. Өзім өтті алып Құдайдан сұрамаған қызым. Тем более денсаулығы жоқ. Өздеріңіз білесіздер, аварияға түскен қызым. Для них кажется, это норма, чтобы адам баласын соғуға болады дегенше, шыдау керек деген. Для нас, для наших семей это не норма. Біз ондай көрмегенбіз. Для нас это дико, былай қарасаңыз. Пока араларында бала жоқ. Бұйырса өзің бағын табады. Ал енді бәрлеріңізге рахмет, қолдауларыңызға. Особенно Қырғызстан, кажется, с нами. Көбісі қолдамайды ол нәрсені, көп сөздер жазып жатыр. Енді рахмет сіздерге, үлкен басым дейім сіздерге. Енді құдағиымыздың айтқаны ақшаға тіреліп тұрса, енді бәрі қазір дүниенің бәрі ақшаға тіреледі ғой. Ақша болмаса немен тамақ ішеді, ақша болмаса квартираға кім төлейді. Семьяда сол бәрін келетіні ақша. Енді семьясын асырамаса, тем более денсаулық жоқ, қызым қашанғы бақат деді. Адам деген қалай бала туады. Сол үшін мен өзімнің ойым, бәрі келгенде ақшаға тіреледі ғой енді. Адам жақсы киініп, жақсы тамақ үшін, жақсы квартира тұр үшін, бәріне не керек? Бәріне ақша керек. Сол, дүниенің бәрі ақшаға тіреледі. Соны айтпақшымын мен. Енді айтып кетерім болса, енді қазақ қырғыз бір туған дейді ғой енді. Мен қырғыздарға жаманшылығым жоқ. Ол қазақтарда болады, қырғыздарда болады, неше түрлі семьяда болады нәрсе ол. Біздің өзіміздің Бишімбаевтың өзі чего стоит. Қазір бізге заң шыққанда Қазақстанға мыңда бір рахмет. Біздің президентімізге, что әйелдерді осындайдан защитить етеді. Но енді қырғыз ұлттарды көбісі бізді қолдап жатыр, рахмет сіздерге. Енді әркім өз семьяда сондай болады ғой енді. Не деп айтады? Күйеуі айтпақшы, чужая семья темная лес дегендей. Енді солай болды, значит, так суждено. Көзім жетті тұра алмайтындарына. Содан кейін бүгін бұйыртса қайтамыз. Машинаны тосып отырмыз. Бұйырса қызды қайтарып алып кетейік.